Не болды? Көзімді қойын ба? Көзімді ашайын ба? Жұмыстан кетіп настроениесі отырған ғой, бірақ мызғып кеттім көзімді. Шу. Мына типа виски ма? Не yapıp düşürüyor lütfen o? Bu da çok soğuk oldu. Sen bana karma karşı oturmuyorsun be. Kına ko'ramiz ғой. Çok güzel lan, romantika degan çok olsun. Men romantik emasman. Ne? Qasında o'tirmayman, sen жүрегim qasında o'tirmayman. Endi video qo'shib qo'ydim, хотя бы suyishib o'tirib bo'lsin. Kuzgi жаңбыр bo'ysiz taqdir, sho'limda qandir, esimning tangdir. Nega video açılmışsın diye başlayayım gibi ben. Otursun qo'yib telefonni bo'ldi. Dere. Ну не опугал, что это жоқтау? Это закрытый элитный клуб. Что такое? Ты не мой? Крести сердце. Как Америка. Но пьешь и подробно опишу все причины. Şunu tatlı dursun, şunu açayım. Қалай татты болмайды, айтыңдар шunu. Қайнады ма? Сен мысалы тамақ пісіруге ерінесің бе маған? Андай моменттер болып қалады, ауырып тұрғанда атак не. Кім береді мені байыма тамақ? Бар ғой беретіндер. Анам бар. Мама болмай жатса енді бар ғой беретіндер. Кім? SF бар. Қолын тартылып қалды ма? Стартта тұрды. Mesela fokus көрсетейін бе? Көзін жұм. Аша бер. Жан, ты че официант? Не себепті мен мына форманы киіп алдым. Мен SF-қа барып ертең бір предложение айтам. Маған просто тиетіні қазақша аудиторияға сомнение ұстайды. Бұрын соңды олар қазақша аудиториямен жұмыс істеп көрмеген. Қатты сенімділік жоқ оларда. Я хочу доказать, что қазақша аудитория Қазақстанда топовый аудитория. Любой орысша аудиторияны жыртып алады. Бүгінгі кешкі асына рахмет. Мүмкін екеуміз бірге. Мен алдында, сен артында. Желание бар ма? Алдында естерінде ма, Меккеге кетпей тұрып, біз целый день Коттонға реклама түсірген болатынбыз. Далада тоңып, камера қатып, в общем. Сол результат дайын болды. Қазір келесі стористі салам. Енді поддержка беріп жүріңдер. От души лайктарыңды басып, комментарияларын жазып, поделиться етіп дегендей. Обнял. Ұмытпадық. Я алдында конкурс запускать еткенбіз Коттонның парақшасында. Қазір біреуін активныйлардың арасынан ойнатам. Алдыңғы постқа кірем, комментарияның арасындағы активный болған бір оқырманға сыйлап қуантатын боламыз. Как раз жаңа жылға қарсы. Қалғаны осылай постепенно кете береді. Үшеуі за активность, ал қалған үшеуі біздің Коттонның любой филиалына барып, 20 мың теңгеден аса киім алса болды. Автоматты түрде конкурсқа қатысасыздар. Коттон сіздерді күтеді. Қайсыны ойнатайық жан? Розы. В общем, да, былайсек. Қазір кім ұтатынын білмейміз ғой. Ол ұтса өзі таңдасын, қыз ұтса өзі таңдасын. Коттонның парақшасына кіреміз. Алдындағы пост. Магазин оқырмандары. Су жаңа 6 түрлі iPhone 16. 16 мың комментарий. Чо там? Қазір астына түсем максимально. Активный болсаңыздар болды. 25-ші жыл келе жатыр. 25-ке дейін санаймын. Стопты айтамын, хорошо? Сен мына стоп дегенде камераны жақындатасың, аккаунтын көрсетесің, хорошо? Бисмилля. 1, 2, 25. Стоп. Кім? Мына қыз көрейік Коттонға тіркелген бе екен. Тіркеліп тұр, міне. Комментария қалдырған. Мамасын туған күні екен еще. Прикинь. Подарка жасайсың десе че. Ұйықтап қалған шығар,
Сәлем, қалайсың? Біздің конкурсқа қатысқанына көп рахмет. Осындай кезде алмай қойған жаман да, отчет толық салып тастайтын. Таңдай қойдың жазайын. Как раз оқыды, прикинь, оқыды. Саламатсыз ба? Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Қай жақтан боласың? Шымкенттен. Университетінде маман туған күн құттықтаусың ба, тойлап? Иә. Әпке, саламатсыз ба? Туған күніңізбен құтты болсын. Рахмет. Қызыңыз айфон ұтып алды. Таңда, қайсың? Қарасын келіңізші. Ұнама? Или розовый берсеңізші. Болды, розовый міне. Айттым розовый. Маған полный адресінде полный жазып жүр. Рахмет. Бізде осылай әпке барлығы активныйларды осылай қуантып отырамыз. Барлығы шынайы, ешқандай ақша ештеңе керек емес. Тек қана күтіп алсаңыздар болды. Рахмет. Удачныймын ғой. Маманың туған күнде отырғанын айтамын да. Алла разы болсын сіздерден. Рахмет. Сау болыңыздар. Енді активныйларға 2 айфон қалды тағы ойнататын. Отқан адам өзі таңдайды қайсын. Келесі сториста пост қалдырам. Сол постқа активный болыңыздар. Максимально шарттары барлығы видеода. Сәттілік. Наконец-то я дома. Краша қайда? Крашаня қайда? Жаным! Кушаной, мой кушаной! Жаным, жүрегім! Жаңа жыл ұсақ түйектерден басталады. Ыстық кофеден және де жанындағы жақындармен бірге гирляндыны алғаш қосқан сәттен бастап. Сыйлық таңдауда біз көңіл күйді таңдаймыз. Жылы шарф пен жылы бас киім. Бұның бәрі үйге жайлылық сыйлай отыра жаңа жылды жақындатады. Үйдің іші жарыққа, жылулыққа және күлкіге толады. Себебі жаңа жыл бізге тек сыйлықтармен ғана емес, керемет қуанышпен ұмытылмас сәттер сыйлайды. Терезенің артында әппақ қар, қолда жылы қолғап, ыстық кофе және де қуаныш. Бұның барлығы жаңа жылды сезіндіреді. Сізге жайлылық тудыратын заттар әр қашан қасыңызда. Құрметті қазақстандықтар, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Коттон осы жаңа жылда сіздерді жылытады.